Отандық танымал әнші Саят Медеуов желіде анасына жан тебірентерлік жазба арнады. Анасынан айырылған өнер иесінің әсерлі сөздері оқырмандар жүрегіне жетіп, көпшілікті жылатқан. Саят Медеуов енді өзіне анасы қоңырау шалмайтыны мен оның дауысын ешқашан көнеге алмай жүр. Әнші Instagram парақшасында бар жан сырын ақтарып, анасымен қимай қоштасты. Қайғыма ортақтасқан ел жұртыма, әріптестеріме алғысым шексіз. Алла разы болсын. Жеке рахмет айта алмаған болсам, айыпқа бұйырмаңыздар, кешіріммен қараңыздаршы. Елде қайғы көп қой, бірақ жаратушы Алла одан кейін ана ғой. Анам туралы қалай айтпайын. Айналайын балам деген сөздеріңізден бастап көп жылы сөздеріңізді өзіңізбен бірге жерге ала кеттіңіз. Маған енді айтпасыңызды білемін. Жүрегім ауырады, сыздайды. Кім айтса да сіздің үніңіздей шықпайды. Жылулық сезілмейді, бірақ амал бар ма? Өзіңізсіз көзім жасаурап 3 күн өтті. Сіз менің ғана емес, көптің анасы едіңіз ғой. Көпке қайғырып көңіл айтамын. Мама, сіз туралы айтар сөзім таусылмайды. Тоқтай алар емеспін. Бірақ менің анам туралы айта беруім кімге керек деп қана тоқтадым. Мына дүниеде айтылмаған жылы сөзім, жасай алмаған жақсылығым, қателігім болса кешірші мама. Балалығым өзіңізбен кеткендей күй кешудемін. Енді менің үйіме мені сағынғандар бар ма деп келмейсіз ғой мама. Мама, әкемнің сөздері ауыр. Бала шағаңыз жабылып сіздей бола алмаспыз. Жүрегім ауырады. Әкемді қатты қызғанушы едіңіз ғой. Қалдырыңызшы бізге. Өзіңмен әкетпеші. Мама, мен сізге ризамын. Анашым, жаныңыз жәннатта шалқысын. Есейгенде ақылшы анасыз қалдым деп жыламадым. Қартайғанда сыңарсыз панасыз қалды деп әкем үшін жыладым. Ауырмаңыздар, елдің еңсесі көтерілсін. Барша елге жақсылықтан басқа тілерім жоқ деп жазды ол.